телеканалында хабарлар студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бөле мәлімат. Бүгін өз Зенат байрамыны янгынчылар қорувының қадимлері қайт етелер тантанылы тедбір Қырым Жұмхуриеті бойынша Русия февқуладе вазиетлер назирлігінің баш идаресінде кечті. Ярмаданын шерефлі мұсафырлері санадан ветеранларға вешімді çalışқан янгынчыларға sıcak сөзлер сеслендірділер. Хайырлавларға бізім мұхберлерімізде қошылды. Ел 30 апрелінің күні янгынчылар қорубы қызметі Зенат байрамыны қайт етті. Бұйлы қадимлерден бұры Вадим Стрембовский. Бұл қызметте 218 сенеден бірлі çalışа. Москвада янгынға қаршы Девлет академиясының бітірді. Балалықтан адамларға ярдым етмек ве қорчаламақ ақында арс етейді. Ама бұл ағыр ве қафлы Зенат олғанны да білейді. Вақиялар әлбетте вақыт фарқлы ола. Кемерде тынч күн ола, кемерде есе күн саде олмай. Ама юректе янған атеш оге кетмеге мечбур етем. Бүгін янгынчылар пек күшлі структура бұтын ярымаданы қаплап алған қызметтір. О 70-тен зияде янгынчы құртарыжы бөліктен ибарет. Ветеранлары ве федераль янгынға қаршы қызметінің шақси теркібі қайырламақ ве тақтырлемек үшін Қырым елбасшысы Сергей Аксенов тешриф бұйырды. Эркез бөле, біз керек олған вақыт ярдымға келерміз. Ве бір вақыт телефон бағы пейда олған сон, янгынчылар қызметінің телефон номерасы 01 еді. Бұл вақыт бірінші ве ең ағыр вазиетлерді. Қайырлавларға Қырым Девлет шурасының рейсі Владимир Константинов қошылды. Қырымда иш башқалардан айырыла. Біз Женюби регион, бізде чоқ сув йоқ. Ратланғанлар пек чоқ. Ве бұсене оларының сайысы да зияде артажақ. Бұлар эпосы сізге айры месулетлік юклей. Мен еминім, сізнен берабер біз бұл вазифені чезіп олармыз. Yüksek квалификация вези маневей донатмалар ағыр алларға оғраған адамларға ярдым көстермеге имкан бере. Тек кечкенсіне девамындаки рақамларны мисал кетірсем, бұл бойле тек Қырым территориясында 3900 янгын сондырылды ве 121 адам құртарылды. Бұл янгын қызметі фаалетінің жидди көстергішлерідір. Адетінше байрам күні февқуладе идаренің муафакиетлі хадимлерінің мукафатларнен тақдірледілер, ве онванларнен хайырладылар. Лилия Ислямова, Севиля Миметова, ве Рамазан Аливапов. Миллет үшін. Майсының бірінден башлап, 8 ай девамында ilk сефер Ахмеджете sıcak су беріп башылайжақлар. Қырым пайтақның су анбарларында кереклі қадар су топлап олдылар. Бұл алывелкі қатлы графиклерге қайтмайып, ең аздан бұл сененің сонуна жесу бұтын күн ақмасына имкан бережек, ама кімерде тоқтатавлар ве сунын төсі вақытынжа денешмесі мүмкін. Біріншіден Ахмеджет сәкелерінден өгде олажақ онайсызлықлар себебінден афу сорамаға істейім. Біз бүгін енді ярын саба саат 6-да sıcak су бермек үшін азырланып башладық. Қазаи бригадалар ве Крым теплокоммунэнерго идаресінің хадимлері епсі бозувларны түзетелер. Ратлық ве байрам күнлері екі қазаи бригада çalışacak. Керек олса, қошма адамлар ішке чықажақлар. Қарасу базарда қаты тұрмыш қалымтылары полигонында оны рекультивациясына азырлық башланды. Ішлеріні 2024 сенегеже екінлемеге ниетленелер. Бұл насыл кешірілжегі ақында Даутчақалов біле. Енді Қарасув базар полигонында чөплік қалмайжақ. Бүгін мұнда қалабалық. Экскаватор ве самосвал машиналары çalışа. Еллар же топланған чөплік Тургенева көйіндегі полигонға алып кетілежек. Яда йоқ етілежек. Топрақ рекультивация етілежек. Ишлер геже күндіз тоқтавсыз кете. Техника керекли ерге көчірілді. Яни техника не қадар олғаныны көрмек мүмкін. Шымдықы вақыт 20-ден зияде нұсқа çalışа. Графикны озмақ үшін. Ава яқшы олған вақыт рекультивацияның техники басамағыны екінлемек керекміз. Ишнын жеряны екі циклде алып барыла. Техник рекультивация ве биологическая. Қарасу базарның мемуриетінде тариф еттілер ки. Полигон кечкен асырның 60-шы сенелерінден берлі çalışа. 2019 сене бұл полигонның рекультивация проекты ішлеп чықарылған еді. О Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы Сергей Валерьевич Аксеновның, Қырым Жұмхуриетінің экология ве табиат ресурслары назиры Геннадий Павлович Нараевның тырышувлары иле «Чистая страна», яни теміз мемлекет адлы лейхаға кірді. Бүгін біз рекультивация бойынша ішлеріні башлады. Азырлық ішлеріні Жұмхуриетінің экология ве табиат ресурслары назиры көзете.
Бүгінгі күнде 2 контракт тізілді. 91 миллион 382 бин рубле рекультивацияға ве құручылық незареті еда етілівіне. Бұл сене біз бұл контрактның 70%-ны Амерге кечірмеге ниетленеміз. Бұл 60 миллиондан зияде рубледір. Контракт бойынша 4 гектардан зияде ер рекультивация етілежек. Бұл ал тахминен 16 бин адамның яшайышыны ейлештірежек. Бұл ернің көрініші шымды да дүлбер олмаса біле, 3 елдан сон, епсі ішлер екінлеген сон, бұл ерде жемаат ері пейда олажақ, тереклер ве ешіл өсімліклер сачылажақ. Дауд Чахалов, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун. Русия Қара деңіз флотының флагманы Москва адлы гвардия ракета крейсері Қара деңізде атулар кечірді, бұның базальт адлы баш ракета комплексы япылды. Вулкан ракетасы Арби азырлық деңіз полигонында 30 километрлік месафеде ерлешкен нишанға келіп еті атулардан ғайры флот гемелері аваға қаршы мұдафа бойынша мақсус талимлер комплексыны кечірділер. Атуф муафақиетлі олды. Мади қысым чалыша, шақси тәркіп сақ селамет. Флагман дайма азыр олған күчлерінің тәркібіне кірсетіле. Қойылған вазифелеріні бежермеге азырлана. Ислам Терек районының Ислам Терек қасабасында сүргінлік құрбанларына бағышланған абиде реставрация етіле. Ишлер сонки басамақта Сабина Дениева Қырымның шарқына елға чықты. Епсі тәфсилатлар левхамызда. О 14 yaşında еді. Рамиз Аджиевның құрантасыны Өзбекистанға сүргін еттілер. Ешейні бүгінгі кібі қатырлай. Қапы қақылды. Шейлерні топламақ үшін 15 даққа вақыт. Құрантаның 4 азасы туған евні терк етіп, геже малинді белгісі серге кеттілер. Bir gece 17 Mayıs'ta bizi koyu çıkardılar. Bir gece mektebin azbarına yattık biz. 18 Mayıs'ta maşinalar gelip yüklediler. Biz hepsimizi koyun halkın Ahmet'te vagonlara yüklediler. Vagonlara yüklediler. O vagonlar iki kat polkalar yapıldı. Bitkom doldular halkları içine. Aman bir ay vagon içinde yaşayış. Adi işaretleri yok. Onun yanı doğan jiyeni yolda ole. 18 Mayıs'ının sabahını Рамиз Аджиев halkımızın yaşayışında facialı күндігуф dıpadlay. Öyle ahvalla kaldık ki hiç olmayacak gibi. Ölümler bir taraftan, hartlar bir taraftan kıynalıp bu vagonlar içine. Bitlep, kurtlap Angrene varıp düştük. Angrene düşen son epidemi, hastalık, malariya. Kurtulmanın çaresi yok. Ölüm çok, hastalık çok. 3 күн devamında Orta Asyaға bütün milletimizni sürgün ettiler. İslam Terek stansiyasının şu vokzalından 44 sene Mayıs'ın 18 günü bütün ailelerini vagonlarga yüklep Gubetlikке yolladılar. Şimdi mında hatıra işaret restavratsiya etili. İslam Terek rayonunun İslam Terek kasabasında restavratsiya etilgen abide tahminen 20 yıl evvelsi yerleştirilgen edi. Bu tablочы Қырым татар халқының сүргінлік құрбанларына бағышланған хатыра ишарете янартылды. Аллаға яда мебуслар корпусына шүкірлер олсын. Олар бір ағыздан бізім лейхамызға қол туттылар ве bu abide абаданлаштырылды. Evlileri abideni tek boyalay ve onun çevre çetini cıyıştıra edilir. Geçken senenin sonunda abadanlaşu ve tamiratқа yerli büceten 200 bin ruble ayırıldı. Restavratsiya 2 hafta evvelsi başlanған еді. Біз çok para masraf etmedik, çünkü pervasız kalmаған ailenin күчлері koşulған еді. Олар хайрыдан тіклевді ve bu abidenin restavrациясында iştirak ettiler, demek mümkün. Мұнда плитка дәнештірілді, тіреклер сачылды. Сүргінлік құрбанларына бағышланған хатыра ишареті енді Майысының 4 күні азыр олacak. Сабина Дениева, Виталий Голубев, Миллет Ичун, Ислам Терек районы. Қырымда Қараманлар Яшайлар адлы проект башлады. Оның тешкілячысы Қырымның вице-премьер-визирі Евгений Кабанов. Лейханын ішчиракчысы олмақ үшін екі даққалық видео yazып, ұлы ватан женкі вақаларының ішчиракчысы ақында тариф етмек керек еді. Bu gurur, şeref, acı ve elbette hatıra. Bu videolardan tizilgen video bizge epimizge, memleketimizge, bütün alemge hatırlata ki, biz o ulu, facialı vakayalarının bir iştirakçısını tanıyımız.
Қырым Жұмхуриятның тасил илим ве яшлар Назира Валентина Лаврик более ватан первер лейхаларының мұйымлігіні қайтетті. Оның сөзлеріне көре, ярымаданын тасил мөсеселеріне ұлы ватан ғалибеге бағышланған пек чоқ тедбір азырлана. Қырым Жұмхуриятының тасил, илим ве яшлар назірлігі бойле ішлерге қол тута. Чүнки бұ бізім қатырамыздыр. Бұ тек бізім кечімішімізді келді. Бұ әмді кележегіміз. Чүнки Қырым топрағының ватанперверлері, Улы Русияның ватанперверлері, тыншылықны, аман есенлікні темен ете білелер. Ички районның Ички қасабасында қатыра вақтасы адлы Бутон Русия акциясы кечті. Улы Ғалибек университетінде ватанпервер клубларының ве бірлештірілмеген iştirakçылары екі автодеваманда шерефлі қаравуллар, ола жақлар бірінжелер, оларақ бірінжі салғы мектепнің талибелері бұл вазифеге тұрдылар. Ички қасабасы қатыра вақтасынан қошылды. Совет аскерлеріне ве семеддешлерге обелиск янында 100-ге яқын iştirakçı топланды. Бұ яны Тюрихтал койының орта мектебінде Ички қасабасында 2 санлы мектептің талебелері олдылар. Біріншілер оларақ ісе қатыра вақтасына бірінші санлы Ички мектебінің кадетлері тұрдылар. Вице-кенже сержант Петрова. Эмир етем, бірінші сменаға бірінші санлы постқа турмақ. Бар. Тантаналы тәдбірде әмді Русия Девлет Думасының мебусы Михаил Шеремет болынды. Бізні епсі қатыра вақиялардан онларжы ел айыра. Адетінже иля колған аскерлерге урмет көстермекнен бір асырада акцияның мұсафырлері ве iştirakçылары дайми етішке чечеклер қоялар. Бақыңыз, бізім оғлан ве қыз балаларымыздың көзлерінде насыл атеш яна. Епсі огде олмаға лидерлер ерлеріні алмаға істейлер. Ве Ички районының Қырым бойынша ең яқшы олмаға фурсаты бар. Талебелер қатыра вақтасында Ғалибек үніне же тұрачаклар. Уч смена 2 адам, смена 15 даққа денеші. Еждатларымызға аман есенлік үшін тынч вақытта оқымақ ве мемлекетіміз оғырында çalışмақ бір инсанын бойын боржыдыр. Лилия Ислямова, Максим Голубев, Миллет үшін, Ички районы. Қырымтатар Девлет академик музыкалы драма театрында бұйық премьера екі асыр арасында серлевалы спектакль тақдим етілді. Халқынан ве мемлекетінің тарихы Исмаил Гаспринскийнің аят ве ижат yolu арқалы Акимей Сейдаметова бірінші сержілерінден бірі олды. Сержілерге қырымтатар зиялысының шахсияты шекиллену yolunu көзетмек имканы берілді. Санада Гаспринскийнің яшайышындаки муим деврлер тақдим етілді. Дүнияға келгенінден қартлығынажы. Арби гимназияда оқуш, евленюв, жемат эші. Аят yolunun парчалары бал ойынларының ве сиясетчінің фельсефи фікір етуінен ян-янаша көстерілді. Саналаштырма үзерінде иш кечкен сенянын октябрь айында башланған еді. Муэллиф Эдип Эмир тарифетеки, Сержиге Гаспринский деварының муетіні еткізмек үшін бұйық иш бежерілді. Актерларнен бераберлікте біз топлашулар кечірдік. Тап консилиумлар демек мүмкін. Біз Гаспринский яшайышта насыл адам олмасыны музакере еттік. Оның яшайышы ақында весиқаларда акс олынған епс деталлерні тапмаға тырыштық. Оның севімлі ашына барғанжы. Омыр арқадашы насыл чечеклеріні севгенінежі. Исмаил Гаспринский Авропа ве ислами дегерліклеріні бірлештірілген шахыс еді. Оның əsas вазифесі матбуат васталары или халқымызның саватлығыны артырмақ, білгі бермек еді. О Русия территориясында турк тілде басылған Якене газетаның баш муариры ве нешірджісі оларақ тарихке кірді. Спектакльде баш рольны ижра еткен Рифат Сейтаблаевының фікірінже, оның қараманын шахсияты пек мурекеп ве әртарафлама еді. Рольны доғру ижра етмек үшін чоқ çalışmak керек олды. Бұ мурекеп шахсиет. Бұ бірінші спектакльден олмаған шей. Бұны да чоқ керелер ижра етмек, оқумақ ве да чоқ çalışmak керек. Бұ милли қараман, бұ ұлы шахыс, ве мен үшін әлбет бұйық шерехтір. Қырымтатар театрінде саналаштырманың премьерасы мувафақиет иле кечті. Қырымның чешіт көшелерінден келген сержилер, актерлар өз роллеріні насыл ижра еткенлеріне қимет кестілер. Спектакльні пек бегендім, чүнки бізім ұлы марифчіміз ақында сөз сүрсетілі. Оның яшайышындан ибрет алмақ мүмкін. Пек бегендім, саналаштырманы, дүлбер декорацияларны, артистлер өз роллеріні пек яқшы ижра еттілер. Бұ ата спектакльге келген яшларымыз үшін пек файдалы. Бұ әсер чоқ малюмат бере. Марифче ве yazıcının yaşayış ve icat yolu hakkında премьера театрде ilk sefer geçti.
Келечекте режиссерлар Гаспринскийнин «Франкистан мектеплери» адлы романыны саналаштырмага ниетленелер. Сиясетчи ве мутефекирнин гаилери бүгүн медениет ара багларыны тизмеге ярдым эте. Акиме Седеметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун, Ахметжит. Белі кеманеже веонын севімлі чалғы алеті ватандашларымыз ақында бізім дайми рубрикамызда біз истидатлы кеманеже Казим Сеферов ақында тариф етежеміз. О дүнияның чешіт мемлекетлерінде чешіт концерт мейданларға чықышта бұлынды Сылхат адлы бұрынжы Қырым татар квартетінің темеліні яратты. Гүзел Мамбетова девам ете. Бу инсан үчүн чалмак сан кинефес алмактыр. Онун ижады акында музыка сөзлерден яхшыжа тариф этер. Онун ады исе бүгүн ярым ададан тыш белли. Казим Сеферов ile ижра этилген нагмелер юрекке келип ура ве калптын эң инже теллерине токуна. Казим Сеферов кемане чалууну 6 жашындан огрени башлады. Бу колай дегил эди, элбет. Ади 7 жылдык музыка мектеби. Чеши таллар олду. Дерстен де кача эдик, огренмеге истемей эдик. Амма мен яхшы ожага туштум. О менин кабилиетлеримди көрдү. Бу зенатка севгини анасы Лутфия Сеферова ашлады. Тамам оглуну музыка мектебине алып келди. Мен музыканы севем. Кеманежилерни чок сефер эшиттим. Оларнын чалганын бегенем. Ве оглум чалгычы олганын истедим. Музыкадан узак олган адамларга бу алет саде ве оны чалмак кыбы колайлы көрүнө. Дорт тел, бір таяк, ама бу ишнин инжеликлери пек чок. Бу эм чалгычынын етекчи эли, эм кемане корпусы неден япылганы ве эли ахри деп тариф эте Казим Сеферов. Өзбекистандан ватанга авдет олунган сон чалгычы Солхат адлы биринчи Кырым татар квартетинин темелини койду. Ансамбль 9 жыл ижат этти. 2008 сене чалгычыларынын жоллары болунду. Тек өз халкымызга дегилди, музыкамызны бутун дүйнөгө таанытмак истеги. Бу тек бизге дегилди, башкаларга да мерахлуу болсун деп. Алмания, Испания, Индистан, Португалия гастроллер кечкен мемлекетлеринин жедвелини девам этмек мүмкүн. Истидатлы кеманежинин ижадыны дүйнөнүн чешит көшелеринде билелер ве севелер. Казим Сеферов чокусы халкара фестиваллеринин галибы, Кырым Жумхурияты девлет мукафатынын лауреатыдыр. Севимли корантасы onun эрбір ишине кол тутмага, ярдым этмеге тырыша. О чокусы белі ансамбльлерде ве оркестрлерде чалышты. Ама Акъярдаки симфония оркестрінде қалды. Караманымыз экинчи концертмейстер. Чалгычы үчүн оркестр буюк ве муабет хорантадыр. Казим акында айтсам, onun пек яхшы чизгилери бар. О пек яхшы мутехассыз, чалгычы ве инсан. 4 жыл эвелси Казим Сеферов Доло адлы яңы квартет яратты. Ансамбль классик шекилде ишленген халк нагмелерини ижра эте. Кеманежи ижадынын максаты Кырым татар музыкасыны ярым ададан тыш таанытмактыр. Али Акчурин, Гүзел Мамбетова ве Аким Бекиров, Милет Ичун. Ратлық күнлері Милет телеканалының эфирінде Қырымның эсас информацион программасы Жума эртесі ве базар күнлері Айше Шулакова нетижелері адлы программамызны қачырманас. О 1,5 саатқа эртеже, яғни ақшам 6-да чыққа денешмелер Мұқадес Рамазан айылы бағла. Олар вақыт ақыр олған ерде. Инфаркт миокарда хасталығы сық раст келе, адамлар параличке оғырай. Сыжақлары көтерілі, балаларының сыжағы ола. Бір асыр девамында адамларының жанларыны құртарғанлар. Қырымның тебиажиле ярдымы 100 жылығыны қайдеті. Не себептен ковид хасталығы арта ве не вақыт пандемия енілежек. Бүгін афсузки хасталық әр апта 5-10 файзғажы арта. Қырым Роспотребнадзор идаресінің ребері Наталья Пеньковская Милет телеканалына берген эксклюзив интервьюсы. Сонки миле энағыр ве палы. 28 ел кечті, біз аляда газсыз яшаймыз. Президенттің мұражатында сеслендірілген газификация черелері Қырымдан насыл амелге кечірілежек. Ярыдан чоқы кетті. Біз бұны эпсіні Аллах ризасы үшін етеміз. Мұқадес Рамазан айы рухи вебеден жеттен темізленув вақытта. Шымдыки дақаға бұл хаберлерінің епседі келек жегенімізді қачырманыз.